Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Так, бүгінгі тақырып топ 8 шығынға апарып соғатын жиі жіберілетін қателіктер. Мысалы, біріншісі трендтің соңында трендке қарсы позицияға кіру дейді. Ол дегеніміз, мысалға, мынандай тренд болды делік, тренд басталды, бірақ жәнегі көргендей, мысалы, мынандай тренд дегеніміз не жалпы? Тренд дегеніміз если жоғары қарай бағытталған тренд болса, әр максимум мен минимум алдыңғы максимум мен минимумнан жоғары болу керек, дұрыс па? Егер олар теңесе бастаса, онда яғни тренд бұзылды деген бұзылудың бірінші сигналы болып саналады. Мысалы, мына жерде қарасақ, мына максимум мен мына минимумнан, одан кейінгі максимум мен минимум жоғары. Демек, тренд әлі аяқталған жоқ. Бірақ одан ары қарасақ, мысалы, мына жерде максимум жаңартылды, бірақ жабылу бағасы максимумнан төмен жабылды. Бұл, мысалы, алғашқы сигнал деуге болады трендтің бұзылуына. Сол кезде, мысалы, осы жерге позицияда трендке қарсы позицияға көп кіріп жатады. Бұл үлкен қателік, себебі міне баға төмен қарай кетті, мысалы, минимумды жаңартты, тренд бұзылды делік, бірақ баға одан ары қайттан жоғары қарай кетіп қалды. Жалпы трендке қарсы позицияға кіруге болмайды. Трендтен кейін, тренд аяқталғаннан кейін неғұрлым мынандай бір канал болғанын күту керек. Канал болғаннан кейін, ол каналда баға өзін қалай ұстайды. Кімдер басым деген сияқты. Соның бәрін біраз қадағалап қарау керек. Сосын барып қана шешім қабылдау керек. Ал тренд, мысалы, жаңағы максимум, минимум егер жаңартылмай, максимумдар алдыңғы максимумнан төмен жабылса, бірден сразу позицияға кіруден аулақ болу керек. Бұл бірінші қателік. Одан ары баға деңгейге жетпей жатып, мәмілеге кіру дейді. Ол дегеніміз, міне мысалға мына бір осыны алайық. Мына жерден біз мысалға деңгейсіздік делік. Баға осы деңгейге жетпей жатып, деңгей бұзылмай жатып, осы төмен жақтан позицияға кіруге болмайды. Неге? Себебі мына деңгейді бұза алмай баға кейін төмен қарай кетіп қалуы мүмкін. Содан сақ болу керек. Нақты сценарий жасадыңыз емес, тура сол сценарий бойынша ғана жұмыс жасау керек. Деңгей бұзылғаннан кейін, кішігірім ретест болғаннан кейін, бірақ қана содан кейін бірақ позицияға кіру керек. Мысалы, мынандай. Ал оған дейін міне мына жерден позицияға кіріп кетудің қажеті жоқ. Бұлды шығынға барып соғады, егер де баға сіздің сценарийіңіз бойынша бармай, төмен қарай кері кетіп қалса, онда шығынға ұшырайсыз. Сауда күні ашылған сәттен бастап мәмілеге кіру. Бұл енді биржада жиі болатын жағдай. Форекстен гөрі биржада жиі болатын жағдай бұл. Ол мысалға мына бір барды қарайық. Жәнегіндей сияқты, поджатие бар, деңгейден кейін баға бар деңгейді бұзып өтті де жаңадан ашылды. Негізі рынок ашылған бетте бірден бір жарты сағаттың ішінде саудалауға болмайды. Позицияға кірмей қойған дұрыс болады. Негізгі міне себебі қарсаңыздар, мынандай жарты сағаттың ішінде бүкіл мына свечаға қарасақ, бір күндік бүкіл қозғалысты жарты сағаттың ішінде жүріп тастады. Көріп тұрғандарыңыздай. Яғни бұл жерде рынок нарық ашылған бетте бұл жерде үлкен волатильностьтар пайда болады. Үлкен белсенділік болады. Скорик, бір минуттықта не үшін. Сан метр. Көрсеңіздер, мына жерде бірден барларды қараңыздар қандай кішкентай. Мына жердегені қараңыздар. Бір минуттықтан кейінде, бір минуттың ішінде қаншама жолдар жүріп тастаған. 3 минуттың ішінде жәнегі бүкіл қозғалыстың жартысын жүріп тастаған. Осы жерде баға ол
бірден бірден үстіге қарай жүрген жоқ қой. 1 минуттың ішінде ол үстіге астыға барып үлгереді. Сол кезде жаңағы сіздер кірген кезде стептарыңызды іліп алып кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы естеріңізде болсын, Америка болсын, Ресей нарығы болсын, егер солар саудалайтын болсаңыздар, онда бірінші жарты сағаттың ішінде позицияға кіруден бас тарту керек. Бірінші жарты сағаттық немесе 1 сағаттан кейін ғана позицияға кіруге, мәмілеге кіру нүктесін іздеу керек. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы, осы бір күндік алғашқы бірінші сағаттағы нарық ашылған беттегі, міне мысалы мына жерден көрсетті болатын, мына жерде ашылды, бірінші жарты сағаттың ішінде қаншама бүкіл қозғалыстың жартысын жүріп тастады. Осындай үлкен, міне мына жерде де көруге болатын. Бір свечамен бүкіл почти жартысынан көп жолды жүріп тастайды. Сосын тағы бір айтайын дегенім, осы мысалы бірінші жарты сағаттық, осы бірінші свечаның максимумдары мен минимумдары негізі сол внутри дня сауда күнінің ішінде үлкен жақсы бір деңгей бола алады бұлар. Осында ескеріңіздер. Мысалға сіз бүгін саудаға кірдіңіз, баға бірден басталған кездегі бірінші жарты сағаттағы баға қай жаққа барып келеді, сол бойынша сіз деңгей жүргіз қойып, одан кейін позицияға кірген кезде сол деңгейге аса қатты мән беру керек, себебі ол деңгейден жаңағы разворот болуы мүмкін. Немесе тағы бірден келер. Мысалы, мына жерде жаңа айттық қой, міне одан төмен түсті. Одан баға біраз кетті де, қайттан көтеріліп, енді мына жерден жаңағы мынаның минимум бойынша осыған келіп тірелді, ары қарай кетпей тұр. Яғни, бұл жерде минимумын бір ойыншылар, ойыншы ма екенін білмеймін, олар деңгей ретінде қолданып, осыдан позицияға кіре бастады. Көргендеріңіздей. Сол сияқты кез келген акция болсын, бірінші жарты сағаттықта пайда болған свечаның максимум мен минимумдарына тоже мән беру керек. Төртінші мәмілеге стопсыз кіру. Енді бұл жиі жіберілетін қателік. Бұны түсіндірудің қажеті жоқ. Позицияға қандай да бір позиция ашсаңыз, міндетті түрде стоп-лосс пен тейк профит болу керек. Бұл сценарийде белгіленген болу керек, жазылған болу керек. Себебі сіз қандай да бір мәмілеге кірмес бұрын, сіз уже ең бірінші кезекте өзіңіздің жоғалтатын шығыныңызбен жаңағы алатын тейк профитіңізді уже алдын ала есептеп алуыңыз керек. 5-ші сценарийдің өзгеруіне қарамастан мәмілеге қайта кіру дейді. Міне, мысалы, сіз осындай сценарий жасадыңыз делік. Мысалға, сіз осындай сценарий жасайсыз, сценарийде поджатие бар, мен деңгей бұзылғаннан кейін жоғары қарай кірем деп. Енді қараңыздар, мына жерде мысалға деңгей бұзылды делік. Одан кейін мысалға қараңыздар, мына жерде деңгей бұзылды делік. Былай қарай барды, сіздің сценарийіңіз бойынша бәрі кірді. Енді осы жерден баға сценарий өзгерді. Мысалы, сіздің сценарийіңіз бойынша осы деңгейге қайтып келгенде сіз жоғары қарай кіруіңіз керек. Бірақ сіздің сценарийіңіз бойынша емес, сценарий өзгеріп кетті. Мысалы, баға қайттан деңгейден төмен қарай кіріп кетті. Демек, бұл жерде уже осы төмен қарай кіргенде мына жерден жоғары қарай сатып алудың қажеті жоқ. Неге? Себебі сценарий уже өзгеріп кетті. Сіздің құрған сценарийіңіз емес, басқаша болып кетті. Сондықтан бұны өзіңіздің сценарийіңізге қадалып қалып, нарықтан қайта позицияға кіруге болмайды. Мәмілеге тек қана өзіңіздің сценарийіңіз бойынша ғана кіру керек.
Одан кейін 6-шы индикаторлардың теріс сигналдарының позицияны соңына дейін ұстамай табысты позициядан шығып кету дейді. Так, ол уже индикаторды қолданатындарға қатысты, иә. Жиі жіберілетін тоже қателіктердің бірі. Так, мысалға мына жерге бір қандайды бір индикатор алып көрейікші. Қандай индикатор? Так, жиі қолданылатын индикаторлар қандай болады? RSI, индекс относительной силы дейді. Так, міне мысалға осыны алсақ. Мысалға, міне мынада көріп тұрмыз, міне мына жерден қарасақ, баға жоғары қарай келе жатыр. Бірақ RSI мысалы мына бір жәнегі перепроданность дейді, оны үстіңгі жағын. Осыдан жоғары асып кетті. Осындай кезде, міне мысалы сіз мына жақта позицияға кірдіңіз, жарайды, мына жерден позицияға кірдіңіз делік. Сіздің позициядан шығатын орныңыз где-то мына жоғары жақта мынандай жерде делік. Сіз мына жерден кірдіңіз, баға мына жерге келген кезде жәнегі индикаторларды қолданатындар мысалы перепроданность асып кетті. Демек, бұл сигналдарды қалай қолданады? Егер перепроданностьтан асып кетсе, онда кері позицияға кіру керек деген сөз, кері бағытта позицияға кіру деген сөз. Сонда қателік жәнегі мына жерде кіріп алады, мына RSI теріс сигнал бергеннен кейін осы жерден позицияны жауып шығып кетіп жатады. Жәнегі нардағы 3-ке 1, например, позиция алатын болса, алар едіңіз, мысалы, егер соңына дейін ұстасаңыздар. Оған мына жәнегі бір сигнал берді деп, индикатордың сигналына сеніп, осы жерде позициядан шығып кетіңіз деліксіз, онда толық емес, жәнегі не? Жәнегі 3-тен 1-ден бірақ бір бөлігін ғана алып кетесіз. Көрдіңіз ме, мынада баға төмен қарай көп кеткен жоқ, яғни міне то есть тренд әлі болған жоқ, баға одан ары кетіп қалды. Жәнегі сіздің бір жерде кіріп шығып позициядан шығып сигналға сеніп қалсаңыз, онда позицияға сеніп қалып, осы позициядан шығып кеткеніңіз үлкен қателік болады. Сондықтан да мына негізі индикаторларды қолданудың қажеті жоқ. Так, жәнегі индикатор стоптың орнын жиі ауыстыру дейді. Стоптың орнын жиі ауыстыру дегеніміз не? Мысалға сіз мынандай жерде позицияға кірдіңіз делік. Жоғары қарай, баға төмен қарай келді, откат болды, и мына жерге баға көтерілген кезде, мына свитчердан кейін сіз мына жерден бастап, позицияға кіре бастайсыз. Жоғары қарай. Позицияға кірдіңіз делік. Стопыңызды міне мынаның артына қоясыз. Мысалы, сіздің стопыңыз мына жерде тұрады. Бірақ көріп тұрғандай, мысалы, баға төмен қарай кетіп бара жатыр, мына жоғары қарай кетіп бара жатқан жоқ, төмен қарай кетіп бара жатыр. Одан кейін мына стопты іліп алып кетпесе екен деп, стопты жиі жылжытып жатады. Мысалы, былай қарай жылжытады. Одан кейін тағы да, мысалы, тағы жақындаған сайын, тағы да төмен қарай жылжытады. Бұл дұрыс емес. Бұл уже жүйенің бұзылғаны деген сөз. Сіздің жүйеңіз бұзылды деген сөз, төмен қарай каждый раз жылжытуға болмайды. Бір жерге қойып қойдыңыз ба, стопыңызды сол жерде тұру керек. Оны жиі жылжытқаннан табыс көбеймейді. То есть шығын өспесе азаймайды. Сосын соңғысы, ашық позицияда баға кері кетіп бара жатса да, сол бағытта қосымша мәмілелер ашу дейді. Ол жәнегі осы жәнегі не ғой? Мысалға, осы жәнегі осы жерде позицияға кірдіңіз делік. Мына жақты қарамаймыз, төмен жақты.
сол жақта мысалы мына жерде позицияға кірдіңіз делік, баға төмен қарай кетіп бара жатыр. Сіз қазір баға қазір развернуі қайтадан кері бұрылады, осы бағытта кетеді екен, кетеді деп мына жерден тағы да дополнительно позиция ашудың, қосымша позиция ашудың қажеті жоқ. Одан кейін төмен кетіп қалса, мысалы сіз мына жерде кіргеніңізде сіз мына жерге минусқа келдіңіз. Одан кейін мынада қосымша аштыңыз, баға мында келгенде тағы да қосымша минусқа кетесіз. Шығыныңыз өсіп жатыр. Мына жерден бүкіл шығынды қайтарып алу үшін, мысалы баға мына жерге қайтадан нөлдік точкаға қайтып келген кезде мен позициядан шығып кетемін деген оймен, мысалы мына жерде көбі жаңағы позицияның объемды көбейтіп жатады. Мысалы мына жерде бір лотпен кірсе, мына жерде тағы бір лотпен кірді делік, баға төмен түскен кезде мына жерде тағы да 2 лот немесе 4 лотпен кіріп жатады, 2-3 лотпен. Баға мына жерге келген кезде қайтадан позицияны жабамын деп. И сол күйі баға жоғары қарай кетпей, төмен қарай кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде сіздің шығыныңыз жәнегі бір мәмілеге 2% емес, 10-15%-ға дейін өсіп кетуі мүмкін. Сондықтан қандай да бір сценарий жасадыңыз ба, жоғары қарай кетеді деп мына жерде мәмілеге кірдіңіз ба, баға теріс кетіп, кері бағытта кетіп жатса, оны қайтадан орысша айтқанда усредняться дейді. Қосымша позицияларды сатып алудың қажеті жоқ. Ол үшін сіздің шығыныңызды одан сайын өсіреді. Ол болады дополнительно қосымша позицияға кіруге болады. Міне мысалы сіз мына жерде позицияға кірдіңіз делік. Мысалға баға үстіге қарай кетті, мына жерден төмен түскен жоқ, коррекциядан кейін жоғары қарай қайтадан кетіп бара жатқан кезде, мысалы мына бір максимум бойынша сіз мына жерде қосымша позиция жоғары қарай ашуыңызға болады. Ол үшін сіз мына жерде қойған стопыңызды, сіз мына жерге дейін тартып қоюыңыз керек, бесу бұтыққа. Мысалы сіз мынада бір кірген кезде мынадан сіз егер стопты мына жерге тартып қойсаңыз, сіз бірінші позициядан сіз плюсқа кіресіз. Сонда жоғары қарай тартып қойсаңыз, мына жерге мысалға. Ал мына жерде екінші рет қосымша кірген позицияңыз жоғары кетпей теріс кеткен кезде, мысалы сіз мынада кіргенде стопты осы жерге қоясыз. И алдыңғы стопты тура осы жерге тартып қоясыз. Сол кезде жаңағы сіз мынадан кірген позицияңыз егер жоғары кетпей кері айналып кетіп теріс бағытта кетіп қалса, онда мына жерде стоп орындалады, 2 стоп орындалады. Бірінші сіздің мынадан кірген позицияңыз минусқа кіреді, ал бірақ ол минусты сіз мына жерде кірген позициядағы бесу бұтықтағы тұрған стопыңыз, табысыңыз жалпы мынау алдында жіберген стопты жабуы мүмкін. Солай жалпы болады. Егер сіз мысалы кіргеннен кейін баға жоғары сіздің бағытыңызға кетіп, одан кейін қандай да бір коррекция болып, тренд одан ары жалғасып жатса, сол кезде мысалы коррекциядан кейін кіруге негізі болады. Ол үшін бірақ сіз алдыңғы стопыңызды міндетті түрде жоғары қарай бесу бұтыққа тартып қоюыңыз керек. Осы жалпы негізі жиі жіберілетін қателіктер. Осындай қателіктерді көбі жібереді. Сіз осылардан сақ болыңыздар.